Иммунитетке арналған қырыққабат. Ол неліктен пайдалы? Дәл қазіргі суық мезгілде көптеген асхана үстелдерінен жиі байқайтынымыз тұздалған қырыққабат, яғни квашеная капуста. Бұл өнімді күз-қыс мезгілдерінде жиі пайдаланатын себебіміз біріншіден күз мезгілінде қырыққабат маусымы, яғни ең күшті шырынды болып пісетін кез. Ал екіншіден қырыққабат жоғары дәруменді диеталық өнім болып табылады. Бүгінгі біздің пайдалы видеода осы туралы болмақ. Видео барысында сіздермен тұздалған қырыққабаттың пайдасы туралы ақпаратпен бөлісемін және оның жасалу жолын көрсететін боламын. Қырыққабатты ашыту процесі йогурт немесе айран ашытқысына ұқсас. Бактериялар көкөністегі қантты сүт қышқылына айналдырады. Бұл түрлендіру қырыққабатты қант диабетімен ауыратындар үшін пайдалы етеді. Сүт қышқылының өзі өте пайдалы. Ол ішектегі зиянды микроорганизмдердің көбеюін тежейді. Сонымен қатар қоректік заттардың сіңуін және токсиндердің шығарылуын тездетеді. Тұздалған қырыққабат қан тамырларының денсаулығына пайдалы. Бұл зиянды холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Бұл дәмді тіске басар жүрек ауруының қаупін азайтуы мүмкін дегенді білдіреді. Жалпы қырыққабатты жиі қолдану денені сауықтырады. Өнім А дәрумені, кальций, марганец, калийге бай. Қырыққабаттың органикалық қышқылдары жасушаларды бұзатын бос радикалдардың әсерін азайтады. Әсіресе күзгі, қысқы кезеңде ең өзекті болып табылатын негізгі қасиеті бар. Қырыққабат иммунитетті күшейтеді, өйткені ол С дәруменіне өте бай. Жалпы айта берсек, пайдасы өте көп. Әсіресе иммунитеті әлсіз, аурушаң адамдарға, жасы үлкен кісілер мен балаларға, тіпті жүкті әйелдерге де осы квашеная капустаны жеуге кеңес беріліп жатады. Тұздалған қырыққабатты жасау ең оңай әдіс деп айтар едім. Аты айтып тұрғандай, тек тұздау ғана маңызды. Біз үйде 3 адам болғандықтан мен азғантай етіп жасап көрсеткім келіп отыр. Негізі бізге 1 қырыққабат, 1 сәбіз, қара бұрыш және лавр жапырағы мен 2 литр банка қажет. Қырыққабатты жіңішке етіп тураймыз. Үстіне теркадан өткізген сәбізді салып, үстіне 1 ас қасық тұз салып, қолымызбен жақсылап суы шыққанша араластырып еземіз. Банкаға дайын болған қырыққабаттан 4 уыс салып, үстіне 1-2 лавр жапырағы мен 4 түйір бұрыш салғаннан кейін, әр 4 уыс қабаттың ортасына осылай жапырақ пен бұрыш салып отырып, міндетті түрде үстінен қатты басып отыру керек. Соңында бетін жауып 3 күнге бөлме температурасында қалдырамыз. Және күн сайын газын шығарып тесіп отырамыз. 3 күннен кейін тұздалған қырыққабат дайын болады. Өте дәмді әрі ағзаға өте пайдалы. Бүгінгі видео соңына да жетіп қалыппыз. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Және алдағы уақытта менен қандай видео күтесіздер, оны да жаза кетіңіздер. Міндетті түрде кері байланыс болады. Баршаңызға зор денсаулық тілеймін. Ешқашан ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.